Армысыздар, кітап сүйер қауым. Мен Түркістан облысы Түлкібас ауданы Керит ауылы Ордабай Ағыбайұлы атындағы жалпы орта мектебінің 5-ші сынып оқушысы Сатынбек Зарина. Кітап алтын қазына дегендей, біз көптеген кітаптар оқуымыз керек. Біздің ақын жазушыларымыздың қазынасы кітап болған. Мұхтар Әуезов 1897 жылы 28 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Бөрлі деген жерде дүниеге келеді. Мұхтар Әуезовтың көптеген әңгімелері бар. Мен сол әңгімелердің ішіне қызығып оқығаным Қорғансыздың күні. Сіздерге Қорғансыздың күнін айтып берсем деймін. Қорғансыздың күні. Сы қаласының оңтүстік жағында Арқалық деген тау бар. Ол тауда қысы жазы күніге боран болады. Ол жерде 5-6 мекендейтін адамдар бар. Ол жерде Күшікбайдың моласы бар. Күшікбай кішкентайынан батыр болып өседі. Ол 21 жасына келгенде шешек ауруына ұшырайды. Сосын шешек аурумен төсек тартып жатып қалады. Кейін барып оны жаулар естіп, өш алу үшін оның атын алып кетеді. Кейін барып оны Күшікбай естіп, атын алу үшін жауларының ауылына барады. Кейін барып ол атын алып келе жатқанда, ол шешек ауруы асқынады. Кейін барып ол атынан түсіп, семсерін жерге қадап әлсірейді. Кейін барып ол басы оң жаққа қарай қана қарауға мұрсасы болады. Кейін барып ол сол жерде қаза табады. Кейін барып оның жақындары естиді. Олар қатты қайғырады. Bir кезде Ақан мен Қалтай үй іздеп жүреді. Кейін барып олар сол Күшікбайдың бейітінен өтеді. Сосын барып олар бейіттен дағы біраз шақырым жүргеннен кейін алдынан кішкене ғана үй шығады. Кейін барып ол үй ескі үй болатын. Ол ежелгі заманның үйі сияқты. Және олар жаурағаннан кейін сол үйге кіріп қараса, 2-ақ бөлмелі үй. Және ол бөлмелі үйде ескі киіздер бар. Сосын терезелер шағын, есіктері кір-қожалақ. Және пештің жанында 3 әйел отырады. Біреуі 80-ге келген қарт әжей, екіншісі келіні, ол соқыр. Және үшіншісі 13 жасар қыз. Және шешесі айтады қызына, барда кім келгенін көр дейді. Кейін барып қызы көрсе, үстіне жақсы киініп алған 2 бала тұрады. Кейін барып ол мен танымадым дейді. Кейін барып әжесі көреді, олар жақсы киініп алған соң бізге көмектесетін шығар деп барлық қайғы мұңын айтады. Мен 80-ге келген қартпын. Мынау менің келінім. Бұның көзі соқыр. Бұл бұрында көзіне мән бермейтін ауырғаннан. Сосын барып күйеуі өлгеннен кейін зар жылап көзінен айырылды. Мынау менің 13 жасар немере қызым. Бұның аты Ғазиза. Еркектердің жұмысын да істей береді. Сосын менің балам суықтан өледі. Ол біреу туысқанымыздың малы қашып кеткеннен кейін ол соны айдап келуге баратқанда оның өкпесіне суы өтіп ұзақ төсек тартып жатады. Сосын барып ол қайтыс болды. Сосын барып біздің жалғыз тіренішіміз бір немере ұлым болды. Сосын барып біз Алладан үнемі жалындық, ол өлмесінші деп. Кейін барып ол да суықтан қайтыс болды. Енді менің 13 жасар немере қызым бар. Ол енді барлық жұмысы өзі істейді дейді. Сосын барып олар шай ішіп тамақ ішіп болғаннан кейін жатарда кейін барып Ақан мен Қалтай сыртқа шығып кетеді. Кейін барып әжесі қызына айтады, барда қонақтарға қораны көрсет дейді. Кейін барып қораны көрсетуге баратқанда қолынан Қалтай ұстап қораға қарай кіргізеді. Сосын барып ол қашып сыртқа қарай қашып кетіп баратқанда алдынан Ақан шығады. Кейін барып ол Ақан қораға кіргізіп, оны қорлап ұрады. Кейін барып Ақан білмегенде үйіне кіріп кетеді. Кейін барып қыз әкесінің бейітіне барып жылап қатып өліп қалады. Сосын барып оны барлығы үй іші іздейді. Сосын барып үй іші оның өлгенін естиді.
Осы кітапты оқу барысында Мұхтар Әуезовтің көптеген шығармалары әсерлі екенін ұғындым.